Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Бізге банан қажет болады. Бананды қабығын ашып, видеодағыдай барлығын дөңгелек етіп турап аламыз. Кішкене қалыңдау болуы қажет. Және де тақтайшаның үстіне барлығын орналастырып шығамыз. Достар, видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Мінекей осылай дөңгелек етіп турап алдық. Енді бетін салафанмен жауып, тоңазытқышқа, яғни мұздатқышқа жібереміз. 1 сағат, 2 сағат көлемінде жіберу қажет. Мен 1 сағат көлемінде ұстадым. Мінекей банандар осылай қатуы қажет. Бізге ең бастысы блендер қажет болады. Блендердің ішіне барлығын саламыз. Мен 1 банан қолдандым. Сіздер 2 немесе 3 банан қолдансаңыздар болады, егерде көп қылып жасағыңыз келсе. Және де мен осындай қатырылған қарақатты қолдандым, яғни смородина. Малина немесе клубника қоссаңыз да болады, өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің балмұздақ дайын, ешқандай да қоспаны қажет етпейді. Үйдегі бар заттармен, пайдалы затпен осылай балаларыңызға балмұздақ жасап беруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Достар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.